ешқайдан кім қай елде көріп жатыр. Бүгінгі айтатынымыз Стив Джобстың өзінің киносы, өзінің Appleға арналған киносы. Ол жайлы жалпы айтатын болсақ, былай қысқаша нұсқа айтатын болсақ, ол өзінің армандарын өзінің жүйелеп, өзінің мақсаттарын іздегенде. Оны қалай түсінсек болады? Олайынша 3 бағытпен түсіндіріп көрейік. Біріншісі, ол өзінің мақсаты үшін өзінің оқуынан бас тартқан мақсат ретінде. Екіншісі, оның ережесі. Оның әр елдегі ережелері, әр елдегі келісім істеу, ол өзінің пайдасына, өзінің бір командасына істелінген жүйемен де. Оның жүйесімен, оның істеген командасының жүйемен істелген дүниенің жемісін бергенде, ол қай жерде жұмыс қай жерде істелу емес, оның сапасына да мән берілген. Сол жақта ол үшіншісі, ол әрдайым өзінің қасындағыларға өзінің мән бере берген, мотивация бере білген. Мысалы ретінде тек бізді қолдау мәселесі. Ол қалай дамып жатыр, біз қасымыздағылар қалай қолдап жатыр, ол сол жақта оған мән берген. И оның бір ерекшелігі, компаниясын ашқан кезде ол әрдайым бір сөзбен өзінен қамшылағанда оставай рассудным. Ол дегенде әрдайым білімге аш болу, әрдайым білімді қай жерден болу іздену. Ол жасы үлкен, жасы кіші деген емес. Үйрене беру, қай жақтан болу. И ол өзіне ереже, өзінің командасына ереже істеген. Мысалы ретінде тек бір жетістікке жетсе, бір үлкен сыйлық, кіші сыйлық. Ол қолдану кезінде ол нәрсенің қатты мән берілгенде, өзінің қасындағы досының айтуына қарағанда, ол әрбір беріп жатқан футбол күні болсын, ол ерекше атымен, оны дұрыс жазылуына дейін, шрифтіне дейін мән берілген дейді. Әрбір майды шүйдесіне дейін. Сол сияқты бізде де соған мән беруіміз керек. Бізде де әрбір істі бастап жатқан кезде қашпай, соңына дейін істеу, и соның мағынасына үңілу. Қай жағынан маған пайда болады, қай жағынан қасымдағыларға пайда болады. И біз басқаларға не бере аламыз. Сол сияқты. Бизнеске келетін болсақ, ол келісімшартқа отырып жатқан кезде әрдайым өзінің қарсында отырған келісімшартқа отырмақшы болған адамды соған нәрсе көз жеткізе білген, дәлелдей білген. Көз жеткізу жеткізгісіз болған, ол дәлелдей білген. Сол арқалы ол өзінің істеп жатқан жұмысына дәлелдеп, оның сапалы болатынына өзіне көзін жеткізген. Мысалы тек компьютерді құрастырып жатқан кезде, олар подвалды құрастырып жатқан кезде, оның қасында бір адам, екі адам болған. Ол сонда бұл әлемге жайылатын дүние болатынына, ол өзінде өзгенде көз жеткізе білген. Мысалы тек экранның бер жағында тұрып, қалай оны түсіну болады десе, ол екі-ақ нәрсемен түсіндіруге болады да. Оны біріншіден киноны көру керек, Стив Джобс жайлы жаңа, империя жайлы. Екіншісі, ол әрбір айтып жатқан сөзді, кім айтудан несі жоқ. Простой үлкен блогер айта ма, кішкентай блогер айта ма, или мамансы айта ма, папансы айта ма, інілерінсі айта ма. Главное, ол нәрсені ар жағына үңілу. Ол не үшін айтып жатыр, қандай ниетте айтып жатыр. Мысалы ретінде тек ниетті істесе амалға айналады дейді, сол сияқты. Оның ниетіне, оның қандай дүниемен қалай айналысып келетініне. Жарайды, ол ертеңі болмай қалса да, ол ішкі ниеті не деген білу. Сол сияқты олардың да сол жақты ішкі дүниесімен миындағы сәйкестік болған үшін бұл осындай жағдай болды. Сол жақты әрбір нәрсе жақсы дүниені көре білу керек деп ойлаймын. Бұлай айтайықшы, мысалы ретінде қазіргі таңда бәрі сол нәрселермен көріп өсіп, сол нәрселермен
Басты ол нәрсе қиын емес, оңай, просто оны іске асыра білу керек. Ең соңғы 4 нәрсе айтатын, қасыңызда жүрген әрдайым сол адамдарға сеніңіздер, сеніп соларға поддержка беріңіздер. Ол дәрет ол. Бір сөз бар ғой, досың қателессе де оған поддержка жаса, оның қатесін дәл кезінде айта бер. Дәл кезінде айту. Бизнесте де солай. Банкрот болды ма, ол банкротты дәл кезінде анықтап, оны дәлелдеп беру. Екінші айтатын, басты бизнес емес, өмірде де бір минут қолдап жүрейік. Ол маңызды емес, ол қай жағынан болу, бір минут қолдап жүру. Үшіншісі айтатын, біз әрдайым бір адам бір қадам жасап жатқан кезде ол қадам болмайды емес, болады. Сен әрекет жасап көр, болмай қалса, екінші вариант бар әрдайым. Соны айту. Төртіншісі, әрдайым білімге ояту. Адамды білімге құштарлығын ояту. Ол жасы кіші, жасы үлкен маңызды емес. 7 жастан 80 жасқа да болса да ол білімге ояту. Мысалы ретінде ол кітап оқымай, түкі сотқыш қола бермейді, оны кітапқа деген мейірім махаббатын ояту жайлы біз көп ойлануымыз керек. Сол сияқты біз сол кезде былай жаңағы кітаппен бәр нәрсені оқып біліп, жаңағы басында айтылған оставай рассудным дегендей білімге әрдайым аш боламыз. Бір адам білімге аш болса, ол ешқашан басқаларға аш болады дейді сөз емес, басқаларын да соған итермелеу керек. Солай, қош сау болыңыздар, аман болыңыздар. Әрдайым жақсылықтарды көрсетейік.